Оқу жылы барысында ата-аналармен 90-дық кездесулер өткізіліп отырды. Биылғы оқу жылында алғаш мектеп табалдырығын аттаған 7-ші сынып және бір жыл онлайн оқып дәстүрлі оқу форматына ауысқан 8-ші сынып оқушыларының ата-аналары үшін мектеп әкімшілігімен де, мұғалімдермен де, сынып кураторымен де алғаш кездесулері болды. Ата-аналар комитеті мектептің стратегиялық құжаттарын талқылады. Олар бірнеше топқа бөлініп жұмыс жасап, топтық жұмыс нәтижесінде мектептің миссиясына сәйкес пайымдау мен құндылықтарға өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша ата-аналар тарапынан бірнеше ұсыныстар жасады. Бірлескен шаралардың ішінде ата-ана жүргізген сабақтарды ерекше атап айтуға болады. Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы Ертісбек Садуақасовтың Марқакөл шаңырағы ұлдарымен өткен кездесуде галстук байлауды және кез келген жағдайда қажет болатын іс арқан мен күрмеу байлаудың әдіс тәсілдерін үйретсе, Бағлан Айткешевна Кунапина қыздарға іс тігудің негіздерін көрсетті. Әрине, тігін өнері әркімнің қолынан келе бермеуі мүмкін, алайда қолмен тігудің қарапайым түрлерін әр бойжеткен меңгергені абзал екенін түсіндіріп өтті. Ем алу плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі медициналық мекемесінің эндокринолог дәрігері Асель Тасболатовна Умирова оқушыларға денсаулық сағатын өткізді. Эндокринолог маман оқушыларға салауатты өмір салтын ұстану, соның ішінде дұрыс тамақтанудың және семіздіктің алдын алудың маңызы туралы айтып өтті. Жыл көлемінде отбасылық тату отбасы жобасы да онлайн форматында қарқынды жүргізіліп келді. Жобаға 7-ші сыныптардан 125 ата-ана қатысты. Бағдарламаның негізгі мақсаты жасөспірімдер тәрбиесіне кері әсер ететін отбасылық факторлар санын азайту және олардың ата-аналарымен жақсы қарым-қатынасының нығаюына жол ашып көмектесу болды. Қайырымдылық жәрмеңкесіне де ата-аналар зор белсенділік танытты. Жәрмеңкеге 50-дей ата-ана келіп қатысты. Өнімнің бір бөлігі ата-аналарымен бірге жасалса, кейбіреулерін оқушылар өздері дайындады. Оқушылардың сабақтарына кедергі келтірмеу үшін сатумен тек ата-аналар айналысты. Олардың пікірінше жәрмеңкенің өтуі жылдан жылға ілгерілеп жақсы өтуде. Жәрмеңкеден кейін жылы киімдер жинау басталды. Мектеп қызметкерлері оқушылар жақсы жағдайда сақталған киімдерін әкелді. Көмекке мұқтаж балалардың ата-аналарына қажетті заттарын таңдауға мүмкіндік берілді. Қалған заттар Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған мектеп-интернатына және басқа да серіктес мектептерге жіберілді. 7-8 сынып оқушылары мен ата-аналарының қатысуымен Starbucks Library and шаңырақ атты шара дәстүрлі түрде 3-ші рет ұйымдастырылды. Өз атауларына байланысты суреттер салып, өлең шығарып, сондай-ақ ата-аналармен бірлесіп тәтті торт жасап, көрермендерді таңғалдырды. Шараға 20-дай ата-ана келіп атсалысты. Ата-аналар үшін қызға қатысатын тартысқа толы шаралардың бірі ата-аналар спартакиадасы болып табылады. Биылғы жылы дәстүрлі өтетін 10-шы ата-аналар спартакиадасы 11-ші наурызда өткізілді. Ата-аналар қол күресі, үстел теннисі, шахмат сынды интеллектуалды спорт түрінде, қазақтың ұлттық ойыны ләңгі ойынында шаңырақ намысы үшін додаға түсіп күш сынасты. Спартакиаданың ең ұзақ әрі қызық ойыны волейбол ойыны. Бұл ойында ата-аналардың әсіресе әкелер қауымының қызығушылығы өте жоғары. Финалға жеткен командалар қайта кездесіп, жүлделі орындар үшін тартысқа толы ойын көрсетті. Биылғы оқу жылында ата-аналар қызға қатысқан ерекше жоба «Жұлдызды сәт» фестиваль концерті болды. Мектептегі 10 шаңырақ қауымдастығы 4 бағыт бойынша өнерлерін ортаға салды. Жұлдызды сәт жобасының нәтижесінде оқушылар, ата-аналар және мұғалімдердің бірлескен шығармашылығы арқылы жайлы атмосфера қалыптасты. Шығармашылықты талап еткен тағы бір шара 1 мамыр мерекесіне орай өткен татулық, достықтың киелі бесігі атты фестиваль. Ата-аналар оқушылармен бірге ұлттық ерекшеліктеріне қарай көрме безендіріп, ұлттық тағамдардан дастархан жайды. Жыл соңында әр сыныптан мектептің дамуына белсенді қатысқан ата-аналарды іріктеп, ынталандыру мақсатында марапатқа ұсынып алғыс жарияланды.